Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ сүзбелі ватрушканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен 250 мг жылы сүтке 10 грамм ашытқы, бір ас қасық қант салып, араластырып, 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Содан кейін 600 грамм ұнға бөлме температурасында тұрған майды саламыз. Содан кейін 4 жұмыртқаның сарысын саламыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Көтеріліп тұрған ашытқымыздың жартысын ұнның үстіне қойып, қамырды араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу үшін ашытқымызды екі бөліп құямыз. Екінші бөлігін құйып араластырамыз. Осындай қамыр болып шығады, өте жұп-жұмсақ. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. 300 грамм сүзбені алып, үстіне 2-3 ас қасық қант, 1 ас қасық манная каша, 1 ас қасық ұн саламыз. 1 жұмыртқа саламыз және 1 ас қасық қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Көтеріліп тұрған қамырды алып, осылай дөңгелек етіп дайындап аламыз. Противенді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырларды орналастырып, ортасын осылай ашып қоямыз. Сүзбелерді салу үшін. Сүзбелерді ортасына салып шығамыз. Жан-жағы көтеріледі қамырдың, сондықтан да сүзбені жайып, молырақ салыңыздар. Осылай дайындап аламыз. Қызып тұрған пеште 190 градуста қызарғанша пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Қамыры да өте жұп-жұмсақ. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар достар.